Достар, қайырлы күн. Менің есімім Нұргүл Алдабергенова. Мен журналистпін, тележүргізушімін, Инкруз компаниясының тәуелсіз серіктесімін және бүгінгі таңда ұлттық директормын. Және де компанияның сайтын, құжаттарын қазақ тіліне аударған аудармашысымын. Қазір мен сізбен компанияның бизнес мүмкіндігімен, серіктес болу мүмкіндіктерімен, маркетинг жоспарымен бөліскім келеді. Бұған дейінгі эфирде мүшелік туралы, тиімді бағамен саяхаттау туралы эфир сақталған. Бірінші сол эфирді қарап өтуіңізді сұраймын. Одан кейін осы эфир түсінікті болады сізге. Қазір бұл біздің серіктес ретінде тіркелуіміз екінші нұсқасы, компанияға, Инкруз компаниясына. Бірінші нұсқасы жаңағы клиент ретінде деп айтамыз, компания клуб мүшесі ретінде. Екіншісі мына жаңағы серіктестік. Компанияның серіктестігі 6 айға $95 тұрады. Яғни сіз өз саяхатыңызға шот ашу $200 ол да төленеді. Жаңағы бірінші вариант клуб мүшесі ретінде, клуб мүшесі плюс серіктес болып тіркелу $95. Бұны бірге төлеуге болады, белсендіруге, немесе бөлек кейін мысалы кез келген уақытта серіктес бола аласыз компанияға, және 6 ай сайын созып отырасыз. Сонда сіздің командаңызда, бизнесіңізде, табысыңызда өзіңізге сақталып жалғасып отырады. Енді серіктес болған сәттен бастап сізде жаңағы бизнес под ключ дейді ғой, барлық Инкрузтың жасап қойған сізге барлық жаңағы сайты, мүмкіндіктері, сізге келетін жаңағы банк карталары, виза төлем жүйесінен Америкадан тегін келеді, бірнеше картасы бар. Ондай картын жасаудың өзі қаншама еңбек керек, оның өзі бір инструмент, құрал ретінде мен қолданам бизнесті жарнамалаған кезде. Тағысын өз бизнесіңізде ондай нәрселердің барлығын, брендирование, жаңағы компания сайты 15 тілге аударылған, ол аудармашыларды, тағысын тағы жаңағы круиздік желілермен келісімшартқа отыратын қандай мықты бізде адамдар бар, жұмыс жасайды. Солардың барлығын жаңағы компания президентіміз Тони Робинсон кезінде финансовый директор болған адамның енді миын деп айтам, осындай. Ондайды сіз өзіңіздің дәстүрлі бизнесіңізге ешқандай ақшаға тіпті ала алмайсыз, жалдай алмайсыз ондай адамды өзіңізге бір қызметкер ретінде, исполнительный директор ретінде. Сондықтан бар болған $95 осының барлығын американдық компанияны, халықаралық бизнесті сіз ала отырып, ары қарай осы барлық мүмкіндікпен қолдана аласыз. Енді барлық бонустарды бірінен соң бірі тоқтап өтейін, бірақ олардың барлығы жан-жақтан бір уақытта түсе беруі мүмкін. Бірінші бонус тегін мүшеліктен бастайын. Бұл көбінесе бізде адамдар осыған қызығады, яғни бағанағы алдыңғы эфирімде айтқан ай сайын $100 адамдар өзінің шотын толтырып саяхатын жоспарлайды деген $100 салымнан босатылуға болады. Яғни компания сізге өзі 200 балды ай сайын сол сіздің датыңыз келгенде, мысалы 16-шы жұлдызы бағана айттым, әр айдың 5 шарты, 5 адам болса сіздің бірінші линияңызда, сіздің тікелей шақыруыңызбен тіркелген, сіздің командаңызда бірінші линияңызға тіркелген минимум 5 адам, мейлі ол тек қана мүше болып тіркелуі мүмкін, 200-ге мейлі ол партнер болып тіркелуі мүмкін, бәрібір кез келген вариант, минимум сол 200 клиент болып тіркелсе болды. 5 адам болсымен және сіздің датыңыз келсімен компания 200-ді өзі сіз үшін толықтырып отырады. Маған мысалы 5 жылдан бері компания осылай толықтырып келеді. Яғни мен барлық отбасының саяхаты осылайша тегін. Және ол келесі айда осы 5 адам белсенді болу керек, яғни келесі $100 шотын толтыру керек, немесе 2-3 адам төлемей қалса, енді сіз олармен тікелей оны кабинетіңізден де көріп отырасыз, және тікелей байланыста, сол сіздің таныстарыңыз ғой тіркеген. Немесе әйтеуір бір 5 адам төлесе болды. Сіз артығымен мына жерде адам тіркей бере аласыз. Ол жаңағы жартылай басқа 5 адам болуы мүмкін, тіпті жаңадан басқа 5 адам болуы мүмкін, ол бәрібір. Және бұл круиз немесе отель брондауға арналған бонустық балл. Бұл сіздің кабинетіңізде бөлек мынандай кошелек болады. 2 кошелек, біреуі ақшалай түсетін кошелек, оны кәдімгідей жаңағы виза төлем картыңызға шығарып аласыз. Мына жерде бұл круиз немесе отель брондауға арналған кошелек. Тегін мүшеліктің баллы бұл тек мына жерге круиз брондауға арналған кошелекке түседі. Ал ары қарай барлық, әдейі сызып қойдым, ары қарай айтатын мен барлық бонустарым бұл мына кошелекке түсетін ақшалай, яғни өзіңіз
шығарып қолданасыз, не алғыңыз келеді соны аласыз. Бірінші бонус бұл белсендіру бонусы, активация деп аталады. Белсендіру бонусы бұл бір реттік төлем. Әр адам тіркеген сайын сізге компания әрдайым күн сайын тіркесеңізде сол сәтте 1-2 сағат ішінде $20 компания төлеп отырады. Екінші белсендіру бонусы ай сайын деп аталады. Бұл өткен календарлы ай бойынша, күнтізбелік ай бойынша келесі айдың бірінші жұлдызында, мысалы бүгін қазір наурыз бойынша 1 сәуір күні наурыздағы сіздің жұмысыңызға қарай төленеді, жүйе қарайды кабинетіңізді, мысалы система өзі автоматты түрде. Егер бір айдың ішінде сіз бір немесе екі адам ғана тіркесеңіз бірінші линияңызға жаңадан, айдың аяғындағы активация белсендіру бонусы түспейді. Егер бір айдың ішінде 3 немесе 4 адам тіркелсе, жаңадан бірінші линияңызға сол сәтте, сол адамдар тіркелген сәтте әрқайсына $20 түседі, және айдың аяғында әрқайсына тағы да $20 тағы түседі. Яғни 4 адамға $80 айдың ішінде тіркелген күні, және айдың соңында тағы да $80 түседі. Мысалы, 5-9 адамға $20 сол сәтте, айдың соңында $30 тағы да түседі. Яғни жаңағы 5-тікті тегін мүшелікті жапқанда сіз автоматты түрде 20 плюс 30 5-ке көбейтеміз. Яғни 5 адамға $250 тағы да ақшалай бонусыңыз тағы аласыз, және мына $100 төлеуден босатыласыз. Керемет мүмкіндік, иә? Бұл да біреудің, мысалы, былай қарағанда жалақысы, кәдімгі наймда жұмыс жасап жүрген адамдардың. 10 адамнан жоғары тіркесеңіз бірінші линияңызға бір айда $20 сол сияқты әр сәтте, және айдың соңында әрқайсына $40 тағы компания төлейді. Сонда мысалы 10 адамға $600 аласыз осы бонус бойынша. Мысалы 15 адамға деп мысал келтірем, келесі бонусымыз бізде 15 жаңа адамнан басталады, сондықтан көбі осындайды нәтиже көрсетіп жатады. $900 осы бонус бойынша сіз ала аласыз, белсендіру бонусы. Енді барлығын түсіндірдім, сұрақ жоқ деп ойлаймын. Егер сұрақ болса, осы эфирдің астына жаза беріңіз, мен ары қарай келесі бонустарды түсіндіре берейін. Келесі бонусымыз бұл көшбасшылық бонус деп аталады. Бұл командалық жұмыс. Көшбасшылық бонус, үшіншісі көшбасшылық бонус. Бұл да күнтізбелік айға қарайды, күнтізбелік ай бойынша қорытындыланады, және бүкіл командаңыз сізге есептеледі. Бірақ бірінші мысалы рангты, бұл жаңағы рангтер деп аталады. Жаңа мен өзім ұлттық директормын деп таныстырдым. Маркетинг директор бірінші ранг, барлығы 9 ранг бар компаниямызда. Соның әрқайсына тоқталып өтейін. Мысалы, маркетинг директорының шарты 30 шот болу керек сіздің командаңызда. Жаңағы $100 шоттар бұған есептеледі. Бірақ жаңадан тіркелген $200 төлеп тіркелген клиенттер, клуб мүшелері, сізге 2 еселенген шот болып есептеледі сіздің командаңызға. Яғни сонда сізге 15 жаңадан тіркелген, сол айда 15 адам жаңадан тіркелсе, бір айдың ішінде жаңа адамдар, ол сізге 30 шот болып есептеліп түседі. Түсінікті деп ойлаймын. Сонда бұл сіздің командаңыз болуы мүмкін. 5 адамыңыздың 3-3-тен тіркеген адамдары, немесе 3 адамыңыздың 5-5-тен тіркеген адамдары, барлығы сіздің командаңызда 15 жаңадан тіркеген адам болса болды. Тек қана 3-тен аз болмау керек. 2 немесе 1 адамыңыз бәрі 15 адам тіркеп кетсе, ол сізге есептелмейді. Бізде минимум 3 тармақтан таралу керек сіздің командаңыз. Оның бөлек жеке сұраңыз болады, ол енді жерде қиындау түсіндіру. Енді немесе 15 адам жаңағы белсендіру бонусында айттым, бір адамның өзі де бір айда 15 адам тіркеген бізде көп мысалдар болды командамызда. Ол да бәрі сізге міндетті түрде есептеледі. Ол бойынша мысалы $900 алсаңыз, автоматты түрде көшбасшылық бонус бойынша маркетинг директоры атанып, $300 осы жақта аласыз. Және быстрый старт дейді, жедел старт деп аударасталайық. Жедел старт 2 ай ішінде ағымдағы ай және плюс келесі толық бір ай енгізіледі бұл жылдам стартқа, жедел стартқа. Ол бойынша $200 тағы аласыз. Мысалы, сонда жаңа 15 адам бәрін өзіңіз тіркесеңіз $900 ан жақта, белсендіру бонусы бойынша $500 мұн жақта, 15 адаммен бір айда $1400, 700 бір артығымен $1000 бір айда табуға болады. Оған қоса, мына директорлар 3 ай растағаннан кейін осы рангты, келесі айда
растап отырсаңыз, немесе келесі рангты ашқаннан кейін сізде қара картаға айналады. Сіздің жаңағы алдыңғы эфирде түсіндірген алтын картамыз бар ғой, 50-50, ол сізде автоматты түрде сол ішіндегі барлық бонустарыңыз қара картаға айналады. Қара карта дегеніміз 100% брондау, яғни жаңағы 50%-ын алып $100 деген сияқты мысалда болды ғой, сондайды сіз қосымша картаңыздан төлемейсіз. Қанша ай бойы сіз мүмкін тегін мүше ретінде компания есебінен жинақтадыңыз, немесе өзіңіз толықтырып отырып жинақтасаңыз да, соның барлығына толық 100% круиз келсе, соның барлығын төлеп брондап кете бере аласыз. Яғни толық тегін круиз сізде, 100% тегін круиз. Маркетинг директорлардан жоғары директорларға 3 ай растағаннан кейін. Келесі ранг, екінші ранг, сеньор маркетинг директор. Бұның талабы 100 шот. Мысалы, мүмкін ол 50 жаңа адам болуы мүмкін, иә? Жаңа адам, немесе аралас болуы мүмкін, 50 өткен айдағы адамдарыңыз $100 шотын төлеген, және 25 жаңа адам $200 төлеген, иә? Тағысын тағы варианттар көп болуы мүмкін. Енді бұл жерде уже үлкен команда. Бұның лидерлік, осы көшбасшылық табысы $1000 осы бонус бойынша. Келесі бонус бізде үшіншісі өңірлік директор деп атады, региональный директор, өңірлік директор, 250 шот, немесе білмеймін 125 жаңадан тіркелген адам бір айда тіркеп тастасаңыз, осы бонус бойынша айдың қорытындысы бойынша келесі айдың 7-ші жұлдызында түседі бұл ақша, $2500. Басқа бонустарды есептемегенде, басқа бонустармен біздің өңірлік директорлар $12,000-ға дейін, сеньор маркетинг директорлар $5000-ға дейін алып жатады. Оны қазір басқа бонустар түсіндіргенде қосымша айтып түсіндіріп отырамын. Келесі ұлттық директор, 4-ші ранг. Бұл менің қазіргі таңдағы рангым. 500 шот талабы, $5000 осы ранг бойынша табыс. Басқаларымен қосқанда одан да көп, 4-5 есе табыс табуға болады. Бонустарды, маркетингті максимум алып шықсаңыз. Ұлттық директордан кейін бізде халықаралық директор. Бұның талабы 1000 шот командада, табыс осы бонус бойынша $10,000. Келесі атқарушы директор, исполнительный директор, атқарушы директор, 2500 шот, $25,000 осы бонус бойынша ай сайын алады. Тағы да айтып өтейін, басқа бонус бойынша менің командамдағы халықаралық директорлар $40,000-ға дейін алып жатыр. Командамда атқарушы директор да бар, басқа бонустарды қосып алғанда $50-55,000-ға дейін алады. Бұл тек мына бір бонус бойынша табысты айтып отырмын. Түсінікті ғой, бізде 5 түрлі бонус бар ақшалай. 7-шісі борд директор, бұрын осы ең жоғарғы ранг болып есептелетін еді. Қазір бұған қосымша компания 2 ранг қосты. Қазір оны айтып өтем. 5500 шот, оның табысы осы бонус бойынша $55,000. Басқалармен қосқанда $100-120-150,000-ға дейін алатын бүгінгі таңда 21 адам бар әлем бойынша, соның 5-еуі біздің қазақ қыздары. Тағы бұйырса жаңа лидерлер, ер азаматтарымызда өсіп келе жатыр. Бұл енді жылдық есептегенде долларовый миллионерлер біздің командадағы, компаниядағы. Және бұларға да бір енді шектеу болмасын деп, компания президенті пандемиядан кейін, бұл да өте бір жақсы мен компаниямен мақтанарлығы. Басқа көбінесе компанияларда белгілі бір дәрежеге жеткеннен кейін көптеген бонустарды ақшаны кесе бастайды. Бізде керісінше жасасаңыз нәтижесіге ақшаны көбейте түсіп жатыр компания. Келесі ранг ашылған амбассадор компанияның. Бұның талабы өзгеше. Бірінші линияда сізде 5 халықаралық директор болу керек, және жаңа оборот $1 миллион жасасаңыз командаңызбен, бұл жерде плюс-минус $300,000-дай табыс табуға болады. Одан бөлек осындай қазіргі таңда әлем бойынша 2 адам бар. Оның біреуі испандық жігіт Антони Мартинес, және де біздің қазақстандық Султана Ахметжанова. Және ол екеуіне де шектеу болмасын деп, осы 1-2 ай турасында Royal Ambassador деген жаңа ранг қосылды компаниямызда. Амбассадор. Бұл жерде талап бірінші линияңызда 5 атқарушы директор болу керек, және жаңа айналым $2 миллион болу керек. Онда плюс-минус $500,000-ға дейін шексіз табыс таба бересіз. Көшбасшылық бонус бойынша қосып айтарлығым, мына жерде сізде
айына плюс бірінші линияңызға жасап отыру шарт. Соңғы айда плюс 1 жасалмаса, соңғы 3 айды қарайды компания система. 3 айдың бірінде плюс 3 адам болса болды, ол жоқ болса соңғы 6 айды қарайды, соның ішінде плюс 6 болса болды, сіздің ақшаңыз түседі. Немесе соңғы 12 айды қарайды, сол 12 айдың ішінде әйтеуір 12 адам болса да сіздің ақшаңыз түсіп отырады. Негізі бұл бір қосымша болғанымен, негізі автоматты түрде бізде жабылып жүр. Сондықтан кәдімгі ресми презентацияда біз көбінесе бұны айта бермейміз, бірақ енді мен есіме түсіп айтып жатырмын сіздерге. Одан бөлек командаңызда плюс 10% оборот болу керек. Мысалы, мына жерде 30 счет па, 3 жаңадан тіркелген адам командаңызда болу керек. Мейлі ол, мысалы, сіздің бірінші линияңызда тіркелген бе, командаңызда тіркелген бе, бәрібір. Бірақ біреуі енді мына шарт бойынша біреуі сіздікі болу керек. Тағысын тағы 100 счет, мысалы, СМД-да 10 жаңа адам болу керек командада. Сонда ол екінші шарт бойынша мына сіздің ақшаңыз төленіп отырады. Бірақ қазіргі таңда осының барлық ай сайын енді командамызда бұл өзімен өзі тәубе жабылып келе жатыр. Бұған біз қатты назар аудармаймыз, бірақ кабинетте сіз оны көріп отырасыз, былайынан жасыл жанып тұрады. Мысалы, 3-3 талап етілген 3 жаңа адамның 3-еуі де жабылды, 10 адамның 10-ауы да жабылды деп жасыл галочка жанып тұрады. Болды, енді көшбасшылық бойынша барлық ақпаратты мен айттым. Сұрақтарыңыз болса, тағы да айтам, осы эфирдің астына комментарий қылып жазып кетуіңізге болады. Мен тағы бір-екі нем қалып қойды. Бонусым тез айтып өтейін. 4-шісі, есімде осы апталық бонус деп аталады. Апталық бонус бізде апта сайын, енді дүйсенбі, жексенбі сайын түседі. Мысалы, сіздің тіркеген адамдарыңыздың адамдары, мысалы, мына жерде міне екінші линияңызда, мынау сіздің бірінші линияңыз, мынау екінші линияңызда минимум 3 адам болса бір аптада, немесе былай болуы мүмкін ол, мына 3 адамыңыз бір-бірден тіркеуі мүмкін. Олар сәйкесінше өзінің жаңағы белсендіру бонусын алады ғой $20. Минимум 3 адам болса, екінші линияңызда 3 адам, және компанияның талабы мына жерге плюс 1 жеке бір адам тіркеуіңіз керек, жеке шақыртуыңызбен. Сонда мына адамдарыңыздың алған белсендіру бонустарын $20 сіз де қосып аласыз. Мысалы, мына жағдайда бесеуіне $100 сіз келесі аптада дүйсенбі күні қосып аласыз. Егер ол айдың соңындағы апта болса, жаңағы айлықта белсендіру бонусы қосылып түседі ғой, 40, 30, 20 деген адам санына қарай. Сол аптада жасасаңыз апталық бонусты, онда соның барлығын тағы да қосып аласыз. Ол шектеусіз өте үлкен жақсы табыс бұл жерде. Мысалы, сіздің 3 адамыңыз 15-15-тен тіркесе, олар $900 алады, сіз $2700 ала аласыз. Мысалы, 3 лидерді маркетинг директорға бір айда шығарсаңыз. Тағысын тағы, енді мысалдар көп, бұл шектеусіз бонус. Қанша жасайсыз бірінші линияңызбен, сонша табыс таба бере аласыз. Келесі тағы бір жақсы бонус түсіндіріп өтейін. Бизнес фундаменті деп аталады, фундамент бизнесі. Бұл тек жаңа адамдар есептеледі, және сіздің командаңызда сізді қуып жеткен және асып түскен командаңыз есептелмейді. Содан басқаларының барлығы кез келген, мысалы, командаңыздың барлық адамдары жаңадан адамдар есептеледі. 25 жаңа адамнан басталады. Бұл жерде мынадай градация бар. 25-49 адам жаңадан тіркелсе сіздің командада, сол жаңа обороттың 5%-ын компания сізге фундамент бизнесі бонус ретінде төлейді. Мысалы, 25 адам сізге $200-дан $5000 жаңа оборот жасадыңыз компанияға, оның 5%-ы, мысалы, $250 сізге фундамент бизнесі түседі. Егер 50-ден 149-ға дейін жаңа адам тіркелсе бір айдың ішінде, бұл да бір ай күнтізбелік ай есептеледі. Компания сол жаңа обороттың 10%-ын төлейді. Мысалы, 50 жаңа адам $200-дан ол 10.000 оборот жасадыңыз, $10.000-дың 10%-ы $1000 сізге табыс түседі. Жаңағы айтқан сеньор маркетингтер $5000-ға дейін алады дегенімнің осы, мысалы, 50 жаңа адам, ол сіз автоматты түрде сеньор маркетинг директорсыз, фундамент бизнесі бойынша $1000, көшбасшылық бонус бойынша $1000, апталық бойынша 3 маркетинг директор өсірсеңіз, жаңағы $2700, сонымен $4700, $5000-дай табыс табуға болады. Солай құралады жаңағы ақша. Екінші вариантын айтам дедім ғой. 150-ден асса, командаңызда 30%-ын ала аласыз. Мысалы, 150 деген 200-ден ол $30.000 сіз оборот жасадыңыз.
командаңызбен, соның 30% уже $9,000 жоғары алуға болады. 150 новичок жасаған кісі с нуля жасаса, мысалы автоматты түрде ол как минимум региональный директор, өңірлік директор, былайғы көшбасшылық бонусы $2,500 болса, мына жақтан плюс $9,000, солай $12-15,000 дейін алады дегенім осы бойынша. Жақсы, өте ақша. Бірақ бұл жерде, бірақ емес, енді оның өзі керемет ақша. Максимально лимит $30,000. Енді мұнан да асып кетсеңіз, үлкен ақшаға шықсаңыз, $30,000-дан артық бермейді компания. Фундамент бизнесі енді $30,000 өзі керемет ақша, сондықтан бұйырсын сіздерге. Келесі бонус, соңғы бонусты айтып өтейін, толық болсын эфиріміз. Рекуррентті бонус деп аталады, рекуррентный. Бұл $5 басындағы, ой, солма $5 дейтін едік, бұл да үлкен ақша, 20 ұрпағыңызға дейін түседі. Бұл жаңағы ранг бойынша маркетинг директорларға автоматты түрде екі глубинаңызға, мысалы, екі тереңдіктегі адамдарыңыздан аласыз $5 автоматты түрде. Олар келесі $100 шотын төлеген сайын сізге $5 түседі. Сеньор маркетинг директор және өңірлік региональный директорларға тағы да 3 тереңдіктен линиясын ашуға мүмкіндік бар, бірақ автоматты түрде емес. Мына екеуі автоматты түрде міне, мына қалған 3-ін ашу үшін 5 мүмкін, мысалы, глубинадан, бірінші линиясында сол адамның сонша, мысалы, тегін мүшелігі бар партнері болу керек. 5 адамы түгел мынаның. Сонда егер де сіздің бірінші линияңызда 3 қана безоплатник болса, сіз 5 мүмкін тереңдіктен тек қана 3-інен аласыз. Әр қайсымына сіздің 3 линияңыздағы, мысалы, адамдар $100 өз шотын төлеген сайын сізге $5 автомат түрде түсіп тұрады. Міне тағысын тағы осы системамен ұлттық директорларға 10 глубина, жаңағы халықаралық атқарушы директорға 15, борт директорға 20 глубинаға дейін $5 ашуға болады, егер де бірінші линиясында соншама тегін мүшелік иесі болса. Осымен менің презентация маркетинг бойынша тәмам. Сіздерді командамызда күтеміз, бизнес жасайық, үлкен табыс табайық. Осындай мүмкіндіктерді бос құр жіберіп алмаңыздар. Сұрақтарыңыз қалса, міндетті түрде осы эфирдің астында жазыңыздар комментарийға, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.